Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең қолжетімді нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Жұп-жұмсақ, өте керемет. Менімен бірге болыңыздар. Електен өткізілген ұнға қант, тұз, ашытқын салып, кішкене араластырып жібереміз. Нанның жұмсақ үлпілдек болуының ең маңызды құпиясы бұл қамырды жақсылап илеп алу. Суды жаймендеп қойып, жұмсақ, қолға жабысқақ қамыр илеуіміз керек. Ең маңызды нәрсе ұзақ және жақсылап илеу қамырды. Егер қамырдың суы жеткіліксіз, жабысқақ болмаса, қолыңызды сулап, қамырды илесеңіз болады. Иленген қамырымызды ыдысымызға саламыз. Үстін ас пленкасымен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Bir сағаттан кейін қамырдың бетін ашып, иін кішкене ауасын шығарып, басамыз да қайтадан бетін жауып, 45 минутқа немесе 1 сағатқа қайтадан қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін өте жақсы көтерілді. Қамырымыз өте жабысқақ, сол үшін қолымызды майлап жіберіп, қамырымызды аламыз. Қамырымызды екіге бөліп, дөңгелекше формалар жасаймыз. Сопақ форма жасауға да болады, өз қалауыңызша. Қатты көп ауасын шығарып баспаймыз. Дөңгелекше нандарымызды пергамент қағазының үстіне орналастырамыз. Осылай пергамент қағазының үстіне орналастырамыз. Нандар өте жақсы көтеріледі, сол үшін араларын ұзағырақ жасау керек. Бетін орамалмен жауып, тағы да 25-30 минут күтеміз. Қалауымызша нанның үстін кесіңкіреуге болады. Мен біреуін кестім де, екіншісін кеспедім. Үстіне сұйық майды жақсылап жағып шықтым. Алдын ала 190 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Нандар осылай өте әдемі, жұмсақ болып пісті, өте жақсы көтерілді. Менімен болғандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыра кеттіңіздер. Видеоның үстіне Instagram парақшамды жазып қойдым. Ол жерде де жақсы стористермен бөлісіп отырамын. Тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.